Құрметті көрермен, каналымызға тіркеліп қолдау білдіріңіз. Бүгін сіздерге көкірек керіп өзін Құдайдан да биік санаған бір жігіттің күнделігінен кеш тәубесі туралы айтқан әңгімесі туралы әңгімелеп беретін боламын. Менің есімім Аслан. Бір кездері мені танымайтын адам кемде кем еді. Ақшам көп, көлігім қымбат, киімім ел қызығатын бренд. Жанымда үнемі жымиған, жағымпазданған адамдар, айналамда бауырым деп бастайтындар көп, бірақ шын бауыр жоқ. Мен кішкентай кезімде де үлкен өмірге келген соң да ешқашан ешкімге тәуелді болғым келмейтін. Әкем ерте қайтты. Анам маған бар махаббатын, бар байлығын берді. Сол байлықтан мен жүректі де, абыройды да, тіпті тағдырды да сатып алуға болады деп ойладым. Ақиқатында мен адамдардың көз жасынан қорықпадым. Қыздардың адалдығын ойыншық қылдым. Достың сенімін сатқан сәттерім көп болды. Тіпті кейбір кедей жігіттердің бизнестерін тартып алып, күлкімді жасырып жүрген кездерім де болған. Мен үшін ең үлкен Құдай менің ақшам еді. Бірақ бір күні бәрі өзгере бастады. Денсаулығым сыр берді. Бастапқыда елемедім. Қаншама дәрігер шетелде емделемін, бәрі ақшаға қарап тұр ғой деп өз-өзімді жұбататынмын. Бірақ бір диагноз бүкіл өмірімді төңкеріп кетті. Рак. Иә, расында ол диагнозым рак еді. Соңғы стадия, санаулы айым қалды. Бірден жалғыздықты сезіндім. Жанымда адамдар, бауырым дегендер бірінен соң бірі ғайып бола бастады. Ақшам бар, жаным жоқ. Әйел атаулының бәріне сенімсіз, мүсін секілді еді. Менің ауруыма емес, қалтамдағы ақшама қарайтын болыпты. Анам жылап отырды. Бір күні үйге кірсем, ол Құран оқып отыр екен. Сол сәтте, балам, сен Алланы ұмыттың ғой, деді көз жасын сүртіп. Мен үндемедім. Бірақ түн ортасы, жалғыздық, үнсіз бөлме, қабырғаға қарап жатып мен жылай бастадым. Шынайы түрде алғаш рет Алладан жәрдем сұрадым. Егер шын болсаң, мені кешірші Құдайым, дедім. Сол түні біртүрлі тыныш ұйықтадым. Ертеңіне мешітке бардым. Мешіт маған қарап тұрған жоқ. Мен өзімді сол жерге лайықсыз сезіндім. Бірақ сонысымен де Аллаға жақындадым. Намаз үйрендім. Құлшылық жасай бастадым. Бір сәтте ауырым бәсеңдей бастады. Дәрігерлер таңғалды. Саған 2 ай өмір бергенбіз, сен 6-шы айға кірдің, деді. Ол Алланың мейірімі еді. Бірақ өткен өмірім, көз жасы, адал жүректер мен жылаған қыздардың ащы дұғасы бәрі мені өкінішке жетеледі. Мен өзгердім, бірақ тым кеш. Кейбір күнәларым ешқашан өшпейтін секілді болып көрінді. Кей қыздардың өмірін бұздым, кей ананың көз жасына себеп болдым. Қайтарып берер өмірім жоқ, тек тәубе ғана қалды. Сен мендей болма, тәубеңді кешіктірме, Аллаға қайт. Тіршілікте сенімді арқа сүйем. Шынайы дос, шексіз махаббат тек Аллада ғана бар. Намаз оқып жүрегім тыныштала бастаған кезден бастап өз-өзімді кешіре алмадым. Мен ішімнен жылап жүрдім. Жаратушым кешірді ме білмеймін, бірақ мен өзіме кешірім бере алмадым. Сол күннен бастап өткен өмірімде ренжіткен адамдарды іздеуге кірістім. Кімнің ақысын жедім, кімнің арын-аяққа таптадым. Есімде болса бәрінен кешірім сұрадым. Бірінші кезекте Айгерімге бардым. Мен оның махаббатын таптап тастап кеткен қыз еді. Үйіне барғанда ол тұрмыс құрыпты. Күйеу екеуі есік ашты. Мен жай ғана кешірші мені дедім. Тек сол, басқа дым демей кетіп қалдым. Ол үнсіз жылады. Кешірді ме білмеймін, бірақ менің жүрегімді бір шегеленген күнә аз да болса босады. Кейін жан досты іздедім. Бір кездері бизнесіне ортақ болып, артынша тартып алған досым еді. Қазір такси айдайды екен. Ол мені көргенде кекесінмен күлді. Қазір тағы менен нені алғалы келдің, деді. Мен үндемедім. Қалтамдағы барымды алып алдына тастадым. Осы сенің несібең еді. Ауыр күндерде мен алып қойдым, дедім. Сол күні алғаш рет шын досымды сағынғанымды сезіндім. Мен мешітке жиі баратын болдым. Кішкентай балаларға киім әперіп, науқастарға көмек беретін, қорға жасырын садақа беріп жүрдім. Бірақ бәрін көрсетіп жасағым келмеді. Себебі бұл менің ақталуым емес, тазаруым еді. Бір күні мешіттің ауласында бір қариямен кездестім. Аты Әбу Бәкір ата. Көзінен нұр төгілген даусы жұмсақ. Балам, сенің жүрегіңде сыз бар екен, бірақ соның өзі тазалыққа бастаған, деді. Мен көзіме жас алып, ата, мен кеш қалмадым ба, дедім. Ол маған қарап, жаратушы кешірімге кең, бай, бірақ кей адамдардың көңілі Алладан да ауыр соғады. Олар кешіре ме, білмеймін, деді. Сол сәтте ғана түсіндім. Жанның жарасы өзге адамдардың көз жасынан да терең екенін. Ауыр диагноз қайтадан оралды. Бұл жолы үміт жоқ, деді. Бірақ мен қорықпадым, себебі мен жалғыз емеспін. Менде Алла бар еді. Өліммен бетпе-бет келгенімде жыламадым, керісінше тыныштық таптым. Өйткені тәубеммен өмір сүрген соңғы күндерім менің шын мәнінде тірі болған сәттерім еді. Мен өлетінімді сездім. Сол түні Құран оқып, бетін жастығымның астына қойып ұйықтадым. Түсімде жарық көрдім. Айналам нұрға толы, жүрегім тыныш, жаным бос, жәннат туралы елес секілді. Асланның сол соңғы күнделік жолында жаратқан ием
Мен көп адастым, бірақ сенің мейірімің мені қайта жолға салды. Енді қайтуға дайынмын. Өмірімді тазарта алмасам да, соңғы сәтімді тазалықпен өткізейін деп жазып қалдырдым депті. Осылайша Аслан өмірінің соңғы күндерін кешіріммен, құлшылықпен өткізіп жан тапсырды. Асланның хикаясы тек көркем әңгіме емес, бұл шынайы өмірдің өзінен алынған сабақ. Кеш тәубе, кеш емес, бірақ кешірім сұрар уақыт та шектеулі. Егер сен де бүгінгі күнді текке өткізіп жатсаң, ойланып көр. Тәубе тірі кезде ғана қабыл болады. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Жазылып келесі хикаяны жіберіп алмаңыз.